Сәлем оқырманым, тағы да бір бүгінгі өзімнің сессиямнан кейінгі инсайтпен бөлісіп қойғым келеді. Сіздердің кәделеріңізге жарасын. Әйел адамдардың арасында қазір көптеген миома, киста деген жатыр аурулары көп. Жатыр ауру неден болады? Жатыр ауруының негізгі себебі біздер көбіне ойлаймыз, салқыннан болады, инфекциядан болады деп ойлаймыз да. Бірақ негізінде барлық ауру ойдан болады. Біздің басымыздағы ой біздің ішіміздегі бүкіл системаны қозғайды. Яғни қатты ашулансаң, қаның басыңа шауып кетеді, қатты ренжісең, бойың қалшылдап кетеді. Оны өздерің сезінесіңдер да, нервный болған кезде. Міне, яғни біздің басымыздағы ойымыз біздің бүкіл денеміздегі жүйені қозғайды. Осы жерде психологияда психосоматика деген ілім бар. Қазір мысалы сол денедегі тән мен жандағы байланысты психосоматолог мамандар өте жақсы айтып бере алады. Енді әйел адамның жатыры неге ауырады? Әйел адамның егерде ер адамға, өзінің әкесіне, інісіне, жалпы еркек атаулыға ренжитін болатын болса, біздің ішімізде умный механизм отыр. Біз оны түсінбейміз, бірақ біздің ішімізде умный механизм отыр. Сол механизм сіздің жаман ойыңызды, ренішіңізді, бір ер адамға деген кегіңізді ол былай ұстап қалады. Ұстап қалады да, сол мына ойды, ауруды сенің ары қарай жаныңа жібергісі келмейді тән. Ол соны бүйтіп ұстап қалады. Яғни сен мына өмірдің мәнін түсініп, сол ішіңдегі ойды дұрыстағанға дейін ана клетка күтіп тұрады сені. Себебі әрбір адам мына өмірде саған бекерден бекер кездескен жоқ. Егерде сізді ренжіткен ер адам болатын болса, ол ер адам негізінде ол сізді ренжітіп жатқан жоқ. Ол просто сіздің ішіңіздегі дұрыс емес ойды айтып жатыр да, сигнал беріп жатыр. Өзінің әрекеті арқылы саған сигнал беріп жатыр. Сенің мына жерің дұрыс емес, мына жеріңді дұрыс ойламадың деп та. Егерде сізді біреу ренжіткен болса, оған бірден ренжігеннің орнына сол адам маған не айтайын деп тұр, сол реніш арқылы не айтайын деп тұр деген сияқты ойды ойлап, вниманияны өзіңе жіберген кезде сенің ішіңде отырған осознанный жүйе саған сенің ішіңде қандай ой бар екенін айтады. Сенің мына жерің дұрыс болмады, мына жерде былай болмады деп айтады. Біз оны тек қана тыңдап білуіміз керекпіз. Қазіргі адамдар оны тыңдап білмейді. Себебі олар үнемі сырттағы өкпелеткен, ренжіген адаммен сонымен ойланып кетеді де, өзінің ойына қарай, өзінің ішкі әлеміне қарай көп бара бермейді. Вот ауру өзіңнің ішкі әлеміңе бар деп тұр. Ана сырттағы адамдармен жағаласпа дейді. Себебі сыртқы адамның сөзі ештеңеде шешпейді. Барлық уақытта сен шешесің. Ол сөз, сен өзіңнің кім екеніңді сен өзің шешесің. Өзге ешкімде шешпейді. Осы аралықты түсінуіміз керекпіз. Сондықтан да осы аралықты түсінген адам ешқашанда ер адамға өкпелемейді. Жатырыңыздағы миома, киста, тағы да айтамын, ол сіздің ер адамға деген өкпе ренішіңізден болады. Ал сол өкпелеудің орнына соның әрекеті маған не айтайын деп тұр деп ойлайтын болсаң, вот сонда саған шешім пайда болады. Егерге де сізге осындай ситуацияларда қалай шешім шығарып, оны қай жаққа ойды ауыстыруды білмей жатсаңыз, мен сізге көмектесемін. Номерімді тастап кетемін, хабарласыңыз, жеке консультацияға келіңіз. Бірге жұмыс жасаймыз.